Ва арсалнака илля рахматан лил аламин деп, бүкіл әлемге сені рахмет етіп жібердік деп Аллах тағала өзінің аяттарында айтады. Енді ол бүкіл адамға елші етіп жіберілгеніне келетін болсақ, мұндағы мағына ол бүкіл халықтың алдына барып уағыз айтып дінді таратуы керек деген ұғымды бермейді. Түсіндіңіз ба? Бұл аяттың астарында ол Мұхаммед пайғамбар дінді толық баяндап, насихаттап, түсіндіріп кетті өз өмірінде. Әл-яум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум ислама дина. Бүгін сендерге дінді толық етіп түсірдік деп тұр Аллах тағала. Акмалту толық етіп кемеліне жеткізіп тұр. Мұхаммед пайғамбар жеткізіп кетті кемеліне дейін, дінді таратып кетті өз өмірінде. Енді соны басқа адамдарға жеткізу тұтастай үмбеттің міндеті да. Мұхаммед пайғамбарға сендің ба сен? Онда бұл дінді ары қарай басқаларға тарату, жеткізу сенің және менің міндетім. Осылайша дін мұсылман үмбеті арқылы бүкіл адамға тарау керек та. Көрдіңіз ба? Мұхаммед пайғамбарды бүкіл барша адамзатқа рахым етіп жібердік дегеннің астарында Мұхаммед пайғамбардың рахым етіп келуін дәріптеу, бүкіл адамдарға жеткізу ол сен мен менің міндетім да. Өйткені сен сол Мұхаммед пайғамбардың үмметісің да, үмметіне лайықты әрекет жасау керек. Пайғамбар алейхиссалам мүмкін емес, бүкіл әлемді аралап дінді тарату мүмкін емес еді. Ол кемеліне жеткізіп таратып түсіндіріп кетті дінді. Ары қарай оны жеткізу адамдарға сен мен менің, яғни Мұхаммед пайғамбардың үмметінің міндеті. Осылай түсінеміз біз. Бүкіл адамдарға елші етіп жіберілді. Неге арабтарға түсті деп? Елші етіп жіберілді. Арабтарға түсті, себебі арабтардың қоғамына түсті. Ол арабтардың қоғамында қытайша сөйлемейді ғой ол. Болса да ол арабша сөйлеу керек. Сөйтіп бүкіл сол жерге араб жазирасына дін таратып кетті. Енді оны ары қарай біз жеткізуіміз керек адамдарға. Болды.